Келесі аптада Нұрсұлтан Назарбаев Иран Ислам Республикасына іс-сапармен барады. Парс елінің көшбасшысы Хасан Руханимен бірнеше салада ынтымақтастық серіктестік туралы сөз болады деп күтілуде. Тараптар өнеркәсіп өндірісі, мұнай химиясы, көлік, логистика, ауыл шаруашылығы және ғылым саласында мемлекетаралық, үкіметаралық, сондай-ақ коммерциялық келісімдер жасауға мүдделі екені айтылды. Президенттің Тегеранға сапар аясында 40-тан астам келісім шартқа қол қойылады деп күтілуде. Экономикалық одақтас ретінде Қазақстанның Иранға беретін өте мол. Оны Иран басшылығы жақсы біліп отыр. Олар қазір көп векторлы саясат ұстауға тырысады. Олар енді мына көп жыл бойы санкцияда болған ел ғой. Сондықтан бұлар тез арада өздерінің одақтастарын табу, олармен тез сауда қарым-қатынастарын жасауға тырысады. Менің ойымша бұл өте бір сәтті кездесу болып тиіс. Екі ел үшін өте маңызды кездесу деп қарауымыз керек.